Қайырлы күн достар. Алдыңғы сабақта біз сіздермен бір өлшемді массивпен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта кішкене қиындаған түрі шарт оператор if then else, қайталау оператор for және бір өлшемді массивті қолдану арқылы массив элементтерін іздеу және массив элементтерін өспелі түрде өсу ретімен орналастыру. Жалпы бір екі есепті қарастыратын боламыз. Әрбір есептің қай жерінде қандай оператор орындалып жатыр, сонымен толық есептесетін боламыз. Жалпы бірінші массив элементтерін іздеу. Ол деген сөз, мысалға, массив элементтері 30, 40, 20 яштан тұратын болса, соның ішіндегі мысалы 5 деген сан неше рет қайталанады, немесе ол именно қайталанған сандар қай ұяшықта орналасқан, соған ұқсаған есептер келеді. Бұндай есептер жалпы олимпиадада келетін есептерге ұқсайды. Жалпы массив туралы елестеткен кезде осы операторларды елестету керек. Массив элементтерін іздеу, массив элементтердің үлкенін табу, массив элементтердің өспелі және кемелі ретінде орналасу. Жалпы осыған ұқсаған есептер келеді. Бұл бір өлшемді массивте. Екі өлшемді массивте көп жағдайда матрицамен есепті аяқтауға болады. Uses CRT. Константы, алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Константы n тең мысалға 20. Әрине белгісіз, бірақ белгілі бізде массив элементі 20 ұяшықтан тұратыны. Айнымалы бар. Қазір бізге керек айнымалылар i, цикл үшін s, сандарды іздеу үшін r, қай ұяшықта орналасқанын анықтау үшін integer, және де массив a, ұяшық саны 1-ден n-ге дейін, яғни 20-ға дейін деген сөз. Of integer. Бастаймыз. Ең басында r тең 0-ге. Жалпы r дегеніміз бізде комментарийға жазып қоя салайық. Қателеспеу үшін ұяшық саны. Яғни біз деген сандар қай ұяшықта орналасқан туралы екенін біліп отыруымыз керек. Randomize. Яғни біз қазір толтырайын деп жатқан ұяшығымыз кез келген белгілі бір случайный числодан тұрады, randomize сандардан тұрады. Бастаймыз for i 1 to n do, яғни 20-ға дейін. Begin деген сөз, осыдан кейін екі немесе одан көп оператор келейін деп жатқанын хабарлама береді. A итая тең рандом, мысалға 10 ұяшық санына плюс 1, яғни 0 деген санды таңдамау үшін. 0 таңдаған болса, оған 1 қосылып кетеді. Және де экранға әрбір сандарын шығарып отырамыз. Write-ln итая, яғни әрбір циклда қайталанатын n-ші, итайыншы массив тең үтір a итаяға. And read-ln and әрбір әрекеттің не отқанын көріп отырайық. 9, міне бізде 20 ұяшық бар. Әрбір ұяшықта әртүрлі сандар қолданылады. 3, 6, 6, 7 болатын болса, Shift F9, әрқайсысында әртүрлі сан. Енді біз осының ішіне кез келген санды іздейтін боламыз. Мысалға 3 дейтін болса, 3 неше рет келеді және қай ұяшықтарды келіп отыр, сол туралы енді шарт оператор арқылы есептейтін боламыз. Әрбір шартқа болса да бізде for операторы қолдану керек. Себебі әрбір ұяшықты тексеріп отыру үшін цикл for қолданылып отырады. Енді бастаймыз. Write-ln сообщение жазамыз. Write-ln іздегіңіз келген массив санын енгізіңіз.
Енгіз. Енгіз. Readline. Немесе read as. Яғни s дейтін бізде бұл жердегі іздегіміз келетін массив саны. Массив саны. Комментарий жазып қойық. Массив саны. Комментарийлар бізге есепте компиляцияға жіберген кезде ешқандай қиындық туғызбайды. Енді іздеу үшін тағы да for операторын қолданамыз. For, i, 1, to, n, do және тағы begin кетеді. Енді біз циклдың ішіне кірдік, енді шарт береміз. Егер a atm ішінде тең болатын болса, s-қа, яғни іздеген сандар осының ішінде тең болатын болса, онда begin. Біз қазір begin деп шарт операторының ішіне кірдік. Бірінші біз циклдың ішіндеміз, циклдың ішіндегі шарттың ішіндеміз. Онда r тең, r ең басында 0-ге тең еді, әрбір циклда ол 1-ге артады, немесе increment r деп жазуға да болады. Write-ln r өтір апостроф массив, яғни бірінші массив іздеген, екінші массив, үшінші массив деген сияқты өтір s іздейді. Өтір s саны, мысалы бар болатын болса, әрине бар, қазір жоқ болатынға мысал келтіретін боламыз. Саны қай қатарда орналасқан? id апостроф позицияда, немесе қатарда. Позицияда. Одан кейін end цикл шарттан шығамыз, end циклдан шығамыз. Shift F9. Іздегіңіз келген массив санын енгіз. Мысалға мен іздеймін 9-ды. 9 бізде төртеу, бірінші позициясы. Бірінші массивтағы 9 саны бірінші позицияда іздейміз. Біріншісінде 9 бар ма? Біріншісінде 9 бар, екіншісінде 9 бар. Екіншісінде және 5-шінде 9 бар екен. 5-шінде 9 бар және де 8-шінде 9 бар. 8-шінде 9 саны позицияда бар. Енді тағы бір шарт оператор беру арқылы, егер 0-ге тең емес болатын жағдайда, if r тең емес болатын болса 0-ге, онда write-on, яғни 0-ге тең емес деген сөз, мысалға жаңағы r саныңыз 1, 2, 3, 4 соның барлығы бола береді деген сөз. Яғни ол 0-ге тең емес басқа санның барлығы осы шартты тексереді. S саны, S апостроф саны матрицада өтір r өтір рет, r-ші рет, яғни 10 болса 10, 20 болса 20 рет кездеседі. Өтір нүкте. Тексереміз. Shift F9. Іздегім келіп жатқан саны бұл жерде менде 1-ді іздеп көрейін. 1 менде 3 позицияда келеді. Бірінші 4-те, 6-та, 9-да келеді. 1 саны матрицада 3 рет кездеседі. Осымен есептің негізгі шарты орындалды. Есеп негізі шешілді. Есептің ішінде түсініксіз болған бөлім жоқ деп ойлаймын. N қолданды, varдағы i қолданды, s қолданды, r қолданды. Әрқайсының не үшін қолданған туралы біз хабарлама бердік. I бізде цикл үшін қолданды, r бізде ұяшық саны, s бізде массив саны ретінде қолданылды. Есептің негізі орындалды. Бұл енді тек массив элементтерін іздеу ғана болып табылады. Келесі есепті қарастырайық. Ол есеп бізде массив элементтерін өсу ретімен орналастырады. Кез келген ұяшықтар сан болатын болса, сол ұяшықтарды ретімен, яғни өсу ретімен орындап береді. Ол да осы есепке ұқсас келеді, бірақ не болса да біз басынан бастап жазамыз. Use CRT
айнымалы жаңағыдай i, n, g және b. Әрқайсысын не үшін қолданатын қазір айтатын боламыз. Integer, a массив, array, бірден 100-ге дейін. Of integer. Бастаймын. Begin, write, массив элементін енгіз. Readln n. Значит, n бізде массив элементі. Ол деген сөз нені білдіреді? Бұл жерде константа жоқ, константаның орнына массив элементін енгіздік. Ол деген сөз 100 ұяшықтың ішінде кез келген ұяшық таңдап алу деген сөз. Мысалға 20 дейтін болса, онда 100 ұяшықтың ішінде 20-сымен ғана жұмыс жасаймыз, қалған 80 ұяшық бостан босқа тұра береді. Енді цикл қайталанады. For i, 1, 2, n, do. Алдыңғы есепті де осы әдіспен шығаруға болады. Біз екі есепті екі түрлі әдісті қолданып жатармыз. Write a итая өтір итая апостроф жақсы жабылып жатыр тең readln a итая бірден n-дің жаба салайық осы жерден. Сөйтті не болып жатқанын көрейік. Readln задержка программа аяқталады. Shift F9. Массив элементі менде 10 болсын міне. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бұл жерде қалай кетіп жатқанын бізге түсінікті. Бірінші A скобка кетеді сообщение ретінде. Одан кейін I кетеді. I бізде 10 рет болса 10 рет, 20 рет болса 20 рет қайталанады. Әрбір енгізген сайын осы жерде осы сан ғана өзгереді. Мыналар жай ғана обманка болып бір белгі ретінде қала береді. Басы түсінікті. Енді осы аталған сандарды біз өсу ретімен орналастыруымыз керек. Ол деген сөз мысалға әр жерде әртүрлі сан болғанмен по порядку шығарып беру керек. Ол үшін тағы да бөлек циклға енді бір шарт беретін боламыз. Одан бұрын енгізген сандарды қайтадан экранға шығарып алайын. For i, 1, 2, n, do, write, яғни бір қатарға шығады деген сөз. A итая апостроф әрбір сообщениеден кейін белгілі бір пробел жүреді. Shift F9, 5, мысалы бірінші 25, 63, 96, 85, 74. Бізде қазір сандар шығып тұр. Осы сандардың алдына бір сообщение жіберейік. Бұл сообщение массив элементтері елейтін. Тек қана просто массив сандары деп жазуға да болады. Бұдан кейінгісін реттелген массив деп жазсақ та болады алдына. Write-ln массив сандары деп жаза саламыз. Одан кейін осы сандар кетеді. Осыдан кейін реттелген түрін жазамыз. 5, 32, 36, 25, 96, 85. Массив сандары осыған тең. Енді осыдан кейін біз реттелген осыны өсу ретімен шығарып беретін шарт береміз. Егер байқаған болсаңыздар, курсор ненің соңында тұр. Қазір көрсетемін. Мысалы массив саны 2 болатын болса, бірінші 14, екінші 15. Курсор бізде 15-ің жанында тұр, бірақ бізде келесі қатарда тұру үшін бір write-ln жібере саламыз. Write-ln. Енді шарт тағы жазамыз. For g. Біз for операторының өткен кез айтқан болатынымыз for внутри for деген нәрсе бар. Бір for операторының ішінде басқа да for'лар жаза беруге болады. G1, 2, n-1 do. Ол деген нені білдіреді? Артқа қарап тексереді деген сөз. N біріншісінде
10 болса келесінде 9 болады, келесінде 8 болады, 1-ге дейін қайталай береді. Соның ішінде for итая to n минус g-ға do. Ол деген сөз g қаншаға дейін барады, соны алып отырады n. Енді ол жерде ешқандай бір комментарийдің керегі жоқ деп ойлаймын. Енді осы жерде шарт береміз. Егер a итая үлкен болатын болса, енді біз қай сан үлкен, сол санды бірінші жібереміз. a итая плюс 1-ге бір қадам артқанға тең болатын болса, онда цикл шарттың ішіне кіреміз begin арқылы. Онда b тең a итаяға. Ол деген сөз комментарий беретін болсақ, b a итаяның орнын басады деп берсек болады. Бұл енді шарттың ішінде. Одан кейін a итаямыз кетеді. Итая тең болғанда a итая плюс 1-ге. Итая плюс 1-ге енді ол бір қадам алдыға жылжығанға тең болады. Енді дәл осыны жаңа a итая b-ға тең болатын болса, енді a итая плюс 1 итая плюс 1 тең болады b-ға. Осымен шарттан шығып кетсек болады. Енді арқылы тексереміз. Енді үстін басқанда қайсының келген? Біз шарттан шықтық. Енді экранға хабарлама береміз. Write ln. Біздің неміз уже реттеліп қойды. Реттелген сандар, немесе массив, реттелген массив деп жазсақ дұрыс болады. Массив. Оны да циклмен береміз. For i 1 to n do. Жаңағыдай береміз. Do write a итая өтір. Бос орын кетеді. Одан кейін enter қосып төмен сөзін write ln бере саламыз. Write ln. Shift F9. Массив элементі 5-еу. Біріншім 25, 63, 95, 12, 14. Массив сандары ретмен, енді реттелген массив 12, 14, 25, 63, 95. Бізде қазір өсу ретмен орын аласты. Осымен екінші сетті аяқтауға болады. Дәл осы жерде массив сандарын енгіз деген жерде массив элементі тұра берсін n болып, ал сол циклдің үшін былай беруге де болады. Readline алып тастап, мысалға write'ның алдына a итая тең random, мысалға 1000 плюс 1 деп берсек те болады. И a итая өтір тең болады a итаяға. Енді көруге болады. Shift F9 өтір нүкте. Shift F9 массив элементтері 25. Негізі программа дұрыс орындап тұр. 965, сондай. Shift F9 массив элементтері 5-еу болатын болса, онда мұнаны write емес, write ln-мен берсек болады. Әрбір циклда төменге ln арқылы түсіп отыру үшін 5 массив элементтері біріншісінде сандары, одан кейін реттелген массив болып шығып тұр. 25 алдарыңызда массив сандары және оның реттелген массив түрлері шықты. Осымен бір өлшемді массивті жалпы аяқтауға болады. Енді осы аталған массивтердің біз бірінші сабақта қосу көбейтіндісін тапқанымыз сияқты, осы массив сандарын енді үлкен табуға болады. Ол өте оңай. Ең басында максимум бере саламыз итаяға. Және max деп беріп, ең басында максимум бір ұяшықты бірге теңестіріп аламыз да, қалғанын барлығын сол бірмен салыстырып шыға саламыз. Келесі сабақта біз енді екі өлшемді немесе көп өлшемді массив деп аталады, сонымен жолығатын боламыз.
Басқа да есептер түсінбеген жерде болса комментарийға жазыңыздар, немесе интернеттен дайын есептер қарастырып соны шығарып көруге тырысыңыздар. Келесі уақытта жүздескенше аман сау болыңыздар.